Әлемде ерекше менталитеті бар елдер жеткілікті. Әрбір астана, жасына және халқына қарамастан өзіндік тарихи базаға ие. Қаланың мәдениетін зерделеу арқылы көптеген қызықты мәліметтер туралы білуге болады. Испанияның астанасы Мадрид елдің дәл ортасында орналасқан. Ал Буэнос-Айрес футбол стадиондарының сыйымдылығы жағынан әлемде бірінші орынға ие болған астана. Австрия астанасы Вена өмір сүру сапасы ең жоғары қала деп танылды. Ал Швейцарияның ресми астанасы жоқ. Берн тек федералды маңызы бар қала ғана. Жер шарында Астана деп аударылған екі қала бар. Бұл Оңтүстік Кореядағы Сеул және Қазақстандағы Астана. Бүгін республика орталығының Алматыдан Ақмолаға ресми түрде көшірілгеніне 21 жыл толып отыр. Осы уақыт ішінде қала қалай өзгерді? Сюжеттен көрейік. Арман қала Астана. Осыдан 21 жыл бұрын 10 желтоқсанда тәуелсіз Қазақстанның астанасы Ақмолаға ресми көшіріліп, содан кейін бас қала Астана деген атауға ие болған еді. Содан бері ел астанасы қалай өзгерді? Арман қала деп айтуға, әнге қосуға лайық па? Астана болмай тұрып келдім. Бірақ сол кезде осы Астана болу туралы сыбыстар болып жатыр екен. Бірақ Астана болады деп ойлаған жоқ едік. Дәл осындай әдемі қала, әсем қала болады деп өмір ойламап едік. Көрдік, басымыздан өткіздік бүкіл тарихты. Бұның қысы бұрын кезде қатты еді. Қазір жұмсарды, халықтың мейірімі түсті ма? Көз алдымызда өсіп жатыр ғой бәрі. Сонда жақсы. Қазір барлығы бала жұмыс етілген. Астана өзгерді, тамаша өзгерді, жақсы. Бұрын біз Астанаға мен 50-65 жылдан бері тұрам. Осында күйеуге өтейдім, сода все нормально, бәрі жақсы. Бізде болғанда аз болды, кішігірім ғана қала бұл. Көп өзгерісті. Әкімшілік қала болғандықтан шаһардың көркеюіне ең бірінші халықтың ықпалы болса, екіншіден түрлі әсем ғимараттар сәнін келтірді. Мысалға, Астана Ақмолаға көшірілген тұста, яғни 1997 жылы халық саны 287 мыңнан асса, қазір 4 есеге өскен. 2018 жылдың 1 желтоқсанындағы есеп бойынша 1 миллион 50 мыңнан асты. Осы күнде қаланың күн санап дамып жатқанына куә болған жандардың бірі Бақтаже. Кезінде күйеуінің жұмыс бабымен қоныс аударған қарт ана қаланың ширек ғасырға жуық уақытта осынша тез гүлденіп жатқанына таң қалысын жасырмады. Алматыдан осында Астана орталығы ел ордасы деп көшіп келіп, еліміз көркейіп, қаламыз гүлденіп, халықтар көбейіп жан-жақтан. Елбасымыздың арқасында сондай жақсы неге жеттік. Оқу неше түрлі оқудың орны бар, бұрын оқу үшін Алматы барушы еді, шетел барушы еді, Москва барушы еді. Қазір бәрі өзімізден. Бақтаженің арманы да жоқ емес. 10 шақты немеремен шөбере бағып отырған әже қарыштап дамыған қаланың келешегін әлі де көрсем дейді. Ал 1999 жылдан бері шаһардың көркеюіне өз үлесін қосып келе жатқан сәулетші Байғұтты Тортай қаланың даму барысын былай тілге тиек етті. Бұл Астана қаласына біз келген кездердегі қаланың келбеті өздеріңізге мәлім. Шағын ғана 2 көшеден тұратын шағын ғана облыс орталығы болған. Ал бірақ енді жобаның ауқымы өте жоғары мол болатын. Соған байланысты біз оны сол қалаға ісімізді, жұмысымызды жасауға құштар болдық. Сондықтан да сол өте үлкен құштарлықпен елбасының бастамасын қолдай отырып осы қалаға былай айтқанда бүкіл жанұямызбен көшіп келдік. Астана Ақмолаға көшкен жылдары тек Алматы және Сарыарқа ауданы болды. Қаланың сол жағалауы ол кезде теп-тегіс қамысты дала еді. Ал бүгінде жалпы аумағы 722 шақырымнан асатын мегаполистің 1997 жылғы көлемі қандай болды? Сол кездерде анау қазіргі министрлік, қаржы министрлігінің ғимараты тұрған еді, бірінші болып. Одан басқа сол кездегі президенттің отырған резиденциясы болды, содан кейін парламенттің үйі болды, былай айтқанда сол жерде орталық қана болған. Одан кейін көше қазіргі мынау республика көшесі деп айтылады, сол 2 көшенің ғана бойында болған. Қаланың өзі шектелгені қазіргі тұрған мынау
Самал шағын ауданымен есептелетін. Я, қарапайым облыс орталығының 21 жыл ішінде осылай ертегі қалаға айналатынын кім білген? Мұның өзі әлі басы ғана дейді Байғұтты Тортай. Өйткені қаланың көркеюі үшін әлі де жұмыс жалғаса бермек. Бұған сәулетші жасап жатқан түрлі жобалар дәлел. Маржан Нүсіпбек, Айтуған Бағланов, арнайы Қайырлы таң үшін.